Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Бүгін біз өсімдіктердегі тыныс алуды өтеміз. Ал сендер білесіңдер ме? Кез келген ағза ол тыныс алады. Ол тіршіліктің қасиеті. Ал өсімдік те тіршілік иесі. Сондықтан ол да жануар сияқты тыныс алады. Бірақ бұлардың айырмашылықтары бар. Ол қандай айырмашылық? Мысал үшін, өсімдіктер оттексіз ұзағырақ тіршілік ете алады. Неге? Себебі олар энергияны аз жұмсайды. Себебі өсімдіктер бір ғана жерде өсіп тұрады. Ал жануарлар, олар белсенді қозғалады. Сондықтан оларға көп энергия керек. Міне осындай ерекшеліктері бар. Одан басқа, қалыпты жағдайда өсімдік жасушаларын оттектен айыру өте қиын. Егерде су мен энергия болса, фотосинтез процесі кезінде олар оттекті синтездеп үлгереді. Осы синтезделген оттек олардың тыныс алуына толық жетіп жатыр. Өсімдік тыныс алады дедік. Ал өсімдіктің мүшелері де тыныс алады. Мысал үшін, тамырды алайық. Тамыр ол өсімдіктің жер асты мүшесі. Ол топырақта өседі. Ал топырақ тығыз болса, оның тыныс алуы қиындайды. Ал топырақ кеуекті болса, тамырға жақсы, себебі кеуектің ішіндегі оттегімен олар тыныс алады. Ал балалар, сендер білесіңдер ме? Мынау құрғақ тұқым, ол оттегімен тыныс алмайды десе де болады, немесе аз тыныс алады. Ал өсіп келе жатқан тұқым, ол белсенді тыныс алады. Ал біз тыныс алу кезінде энергиян органикалық заттарды тотықтырамыз. Органикалық заттар ыдырайды, сөйтіп энергия пайда болады. Мысал үшін адам жүгіреді. Адам жүгірген кезде ол тез жылынады да, адамның денесін тез жылынады да, қалған энергия сыртқа жылу түрінде бөлініп отырады. Мысал үшін питонды білесіңдер, ол жылан, питондар. Бұл питондар үлкен бұлшықеті жақсы дамыған жыландар өзінің жұмыртқасын басарда жұмыртқасын орап алып, бұлшықеттерін толқынды қозғалысқа келтіреді. Неге? Себебі ол толқынды қозғалысқа келгенде жылу бөлінеді де жұмыртқасын жылытады. Мынау селекциялық станцияларда тұқымдар сақталады. Немесе қамбаларда тұқымдар сақталады. Ал көктемде оны егу үшін ол тұқымдарды жүк машинасына тиейді. Сөйтіп егістікке апарады. Егерде ол жолда жаңбыр жауып қалатын болса, жүк машинасына тұқым тиелген жүк машинасына жаңбырдың суы тиген кезде ол тұқымдар өне бастайды. Өне бастағанда өзінен жылу тыныс алуы оның жиілейді. Энергия бөлініп шығарады. Сол кезде сол дәндердің, тұқымдардың арасына қолыңды тықсаң, оның жылу екенін, қызғанын байқайсың. Диқандар бұны дән жанып жатыр деп айтады. Сол кезде ол өне бастаған кезде оны тезірек егу керек. Неге десеңдер, ол өне бастаған тұқым өте нәзік, ол зақымдануы мүмкін. Енді өсімдіктердегі тыныс алуды анықтайтын, оны тыныс алуды көрсететін біз 3 тәжірибені мен сендерге айтып бергім келіп тұр. Мынау бірінші тәжірибе, мынау екінші тәжірибе, мынау үшінші тәжірибе. Қанша тәжірибе екен? 3 тәжірибе. Енді біріншісіне қараймыз. Өсімдік тыныс алады. Оны біз қалай білеміз? Мынау бірінші шыныдағы өнген үрме бұршақ өсіндісі, тұқым өніп жатыр. Ал екіншісіне әк құйылған суы бар ыдысты қойдық, стақанды қойдық. Енді екіншісіне қараңдар. Ол екеуін бір-біріне бір резервуарда, бір ыдыста оларды бір-бірімен байланыстырып қойдық. Біраз уақыт өткеннен кейін мынау стақандағы әк су лайланады. Неге лайланды? Себебі өсімдік өнген кезде қарқынды тыныс алады, сол кезде көмір қышқыл газы шығады да, әк суын лайландырады. Міне, сендер мына тәжірибеден көріп отырсыңдар. Су құйдық, тыныс алды, әк су лайланды. Стақандағы әк суы лайланды. Бұл бірінші тәжірибе. Бұдан шығатын қорытынды не? Өсімдік тыныс алған кезде оттегін сіңіреді, көмір қышқыл газын шығарады. Көмір қышқыл газының шығарылу нәтижесінде стақандағы әк суы лайланады. Енді екінші тәжірибеге қарайық. Екінші тәжірибеден біз нені көреміз? Екінші тәжірибеден өсімдік
өсімдіктің тыныс алып жатқанын біз тани аламыз, көреміз. Оны қалай көреміз? Бірінші стақанда тұқым салынған ыдыс тұр, екінші стақанда өнбеген тұқым әлі, екінші стақанда екінші ыдыста өнген тұқымдар тұр. Көріп тұрсыңдар, е? Енді мен майшамды алам. Майшамды аламда бірінші ыдысқа апарсам, ол жанады бір күннен кейін. Екінші ыдысқа апарсам, ол сөнеді. Не себепті? Не себепті осындай екі нәтиже көрсетіп тұр. Бірінші ыдыс бір күннен кейін, мен бұны бетін жауып қойдым. Бір күннен кейін барып майшамды апарғанда, ол жанып тұрды. Сендер білесің, жану оттек кезінде болады. Оттекпе, мысалы үшін, жанған кезде жүгіруге болмайды. Оған қалың материалды жауып қою керек. Оттектің түсуін шектеу керек. Сол кезде, мысалы үшін, мына жерде неге майшам жанды? Себебі тұқымдар бір күннің ішінде оттекті өзіне сіңіріп алып үлгермеді. Себебі бұлар баяу тыныс алады. Немесе, бағана сөзімнің басында айттым, немесе тіпті тыныс алмайды, баяу тыныс алады дедім. Сондықтан мына стақанның ішінде оттек бар. Оттек болғаннан кейін онда жану болды. Ал екінші стақанда өскен тұқым, ол белсенді тыныс алады. Белсенді тыныс алғандықтан ол көмір қышқыл газын көбірек шығарады. Бір күннің ішінде белсенді тыныс алудың нәтижесінде көмір қышқыл газы мына ыдыста көбейіп кетті. Сондықтан менің майшамым өшіп қалды. Бұл нені көрсетеді? Тыныс алу өсімдіктерде тұқым өнген кезде белсенді қарқынды жүретінін көрсетеді. Үшінші тәжірибеге қарайық. Үшінші тәжірибеге ыдысқа біз бірінші тұқымдарды сулап аламыз, оны екіге бөлеміз. Бірінші ыдысқа суланған мақта саламыз, оған тұқымды саламыз. Екінші ыдысқа бағанағы суланған тұқымның үстіне тұқым батып тұратындай су құямыз. Енді біз бұдан нені көреміз? Бірінші ыдыста тұқымның өнгенін көреміз. Неге тұқым өнді? Себебі бұл жерде ылғалдылық бар. Ылғал өсімдік үшін керек. Неге ол керек? Бірінші, ол тұқымды тыныштық күйден шығару үшін керек. Апалардың егін еккен кезде, немесе бау-бақшаның тұқымдарын еккен кезде, олар бірінші суға салдырып, тұқымның бөртіп алғанын бірінші бөрткізіп алады, одан кейін барып себет, оны білесіңдер. Сонда тыныштық күйден шығару үшін тұқымды оған ылғал керек. Және тұқымдағы қоректік заттарды ары қарай алу үшін өсімдік ол сұйық түрінде болу керек, ерітінді түрінде болу керек. Сондықтан оған ылғал керек. Мына жерде жылу бар, ылғал бар, яғни тұқым өне бастады. Ал мына екінші стақанға, екінші ыдысқа қарайық. Екінші ыдысқа тұқымды салдық, оны батып кететіндей оған су құйдық. Бұл жерде тұқым өнбейді. Неге? Себебі бұған ауа жетіспейді. Ауа жоқ, тыныс алған жоқ. Сондықтан бұл өнбейді. Міне балар, біз қарапайым үш тәжірибенің нәтижесінде өсімдіктің тыныс алатынын білдік. Өсімдік тірі ағза, тыныс алу тірі ағзаға тән қасиеттердің біреуі. Біз осыны ұмытпайық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Сұрақтарың болса, арнаға жазылыңдар.